Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ жұрты. Мен қазір сол өзім жұмыстарыммен жүріп отырып, компанияларға кіріп, сол жерден өзім өте ашулы болып тұрмын. Халқым ашулы болып тұрмын, өйткені қай жерге бармасам да компаниялар қазақша түсінбеймін, маған басқа тілде сөйлеңізші деп жатыр да, қай тіл екенін, анау мынау екенін айтпай қояйын. Енді әрине орыс тілі туралы ғой. Қай жақта болмасын, халқым, мен айтайын дегенім, қай жақта болмасын, қазақша сөйлеп, қай жақта болмасын, қазақша сөйлеуді талап етуіміз керекпіз. Өзіміз ұлт боламыз десек, ел боламыз десек, сөйтіп өз-өзімізді қадірлеп, қастерлеп, қазақша сөйлемесек болмайды. Өз-өзімізді сыйламасақ, ешкім бізді сыйламайды. Содан кейін айтайын дегенім, қара нәсілді болсын, сары нәсілді болсын, қызыл нәсілді болсын, бәріңде бірдейсіңдер деген шариғатта да айтылған. Сондықтан орыс халқын немесе европалықтарды өйтіп жаңағындай құдай сияқты көруді тоқтатыңыздар шағай. Ол құдай емес сіздерге. Бір Аллахтан басқа ешкімнен қорықпай, бір Аллахтан басқа ешкімнен ұялат, сескенетін ештеңе жоқ. Сондықтан қайда жүрсеңіздер де қазақша сөйлеп, қазақша талап етіңіздер. Болды, енді жетеді, осымен қазақша сөйлеуді қолға алуымыз керекпіз. Масқара ғой, жаңағында компанияларға, жаңағында жерлерге барсақ, я не понимаю казахский язык дейді. Қанша жыл болды осы жерде тұрады, қанша жыл болды осы жерде. Нан жеп, суын ішкен адам қалайша қазақша білмейді. Соны қолға алып талап етейік ағайын. Талап еткенде де ешкіммен ұрсып таласып керек емес, әрине. Бейбіт түрде қазақша сөйлеу керек, қазақша талап ету керек. Сөйтіп ақырындап өзіміздің жұмысымызды жасай беруіміз керекпіз. Тағы да айтатын жағдайлар бар еді, бірақ та аздап ашуым кеп тұр, зам болып тұр. Сондықтан қазір өзіме келген деген тағы да ашуланғанда қатты ашуланбайсың ғой, просто біз өз-өзімізді көтермелемесек, ағайын, Аллахтың қалауымен дұға қылып жатып, өзімізді өзіміз көтермелемесек, сөйтіп жүре береміз. Құлдық санадан арылуымыз керекпіз. Сондықтан айтарым сол, ағайын, қазақша сөйлеп, қазақша сөйлеуді талап етейік. Жақсы, сау болыңыздар.